Уағалейкум ассалам, қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Рахматуллахи баракату. Alhamdulillah. Мана шығып кеткен себебім Иманқұлды бұғаттамай ақ қояйын дегенім ғой. Ол мен эфир жүргіземді, ал мынаның мындайдың 18-і бар да бұндай аккаунттан. Сосын шығып кетіп алып, мынаумен кіріп жатқаным ғой. Айып етпеңдер. Сіз Алланың жолында сол жаңағы мына 200-лермен нетіп жатсыз ғой, күресіп жатсыз ғой. Әрине. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Жақсы, ардамыз балалар. Құбылай бұрынғы кермес қой, мазақтап мені кіріп кепті. Мен мазақтаған жоқпын ешкімге. Менің немді қалай дейді ана? Печенье екенімді де қойсайшы. Жазып кетті, Имран деген бір комментарий ғана 200-ді. Кәпір кел кәпір. Ой, кәпір. Айтпақшы, не ғой ағайындар, Имран деген кім еді өзі? Соны білейікші. Имран деп атын қойыпты. Азан шақырып қойған екен ғой. Көтерші бер қаты, Имран. Ода намыс жоқ қой. Просто сұрайық, Имран деген атын қойған екен. Келді міне, машаллах. Қош келдің, Имран. Ассалаумағалейкум, рахметуллахи ва баракатух. Kafir ekendерін дәлелдеп берейін ба? Дәлелдеп бер. Жоқ, Имран, тоқташы. Сен содан кейін дәлелдейсің, Имран, тоқташы. Имран деген атыңды азан шақырып қойды, Имран деп, Не жүрсің ғой? Сен интернеттің жөнінде істемей отыр ғой, Имран. Сен Алланың қалауымен аузың жауып отқан сияқты ғой. Бұл кісі бүгін бейіс жұмаға барған жоқ қой. Содан ғой. Саусақтығы дәрет алған жоқ па? Иә, дәрет алмады сол. Көрінді. Ниет дұрыс болмай тұр ғой. Ол дәрет дұрыс қой, енді бірақ саусақтығы енді соны алмады ғой. Имран деген не мағына білдіреді, соны айтшы маған. Мен саған айтып түсіндіріп беру үшін саған міндетті емеспін ғой. Іздеп тауып алсаң тұр ғой, дәл пешенеңнің алып. Мен мысалға атым мақсатына жетсін деп ат қойды. Енді Имран деген қандай мағына білдіреді? Арыстан маған модер берші. Имран деген көзін алып. Сосын бас экранға Имран берші. мен қазақтың бір әдеби кітабында жоқ қой енді. Қазір. Модер қалай берші? Яғым жоқ, бар. Қай кітаптан, қай әдебиеттен оқытыш, қазақтың бір әдебиет кітабын аш, Имран деген аттар бар ма? О кітаптарда сен іздеп таппайсың ғой. Неге таппаймын? Мен қазақтың қазақи тарихында аңызымен айтып беремін. Қандай қазақсың? Енді Имранды сен маған қазақтың тарих әдебиетінен тауып берші сондай есімді. Бауырым, сен есіміңе ешқандай қарсылығым жоқ, просто сен маған айтшы. Имран деген есім не мағына білдіреді? Сенімді дәлелдеп берейін. Енді қойған әке-шешең кінәлі екен мына жерде, саған түсіндірмеген екен. Имран деген есімді кімге қоятын? Қаншалықты қандай қазақ екенін дәлелдеп берейін ба мен сені? Жоқ, мен саған айтып отырмын ғой, енді Имран деген есімнің атын сен мағынасын біліп отырсың ба өзің? Мынау келді, 200-дан кім бар ғой? Қазақ деген. Кәпір ғой. Алаяқ қой бір жүрген. Кәпір. Не ғой? Ұстаз, қалай берші еді модерді? Модерді менің үстімнен басасың. Сосын анда шығады ғой, модератор деген бар. Соны аласың да, модераторды басасың. Сосын маған да галочкілер тұрды, сол галочкілер бәрін басып тастайсың болды. Сосын басты экранға шығара қойшы, Арыстан. Не ғой, Имран, Арыстан бауырым, на эфирді өзің түгендей бересің ғой, мен сүйектер керек емес маған. Кім, Имран? Имран. Не ғой, енді мен сөйлесіп барайын да, дұрыс жағына, мысалы, сен менің кәпір екенімді дәлелдеп берем дедің да. Керісінше, мен сенің кәпір екеніңді дәлелдеп берейін ба? Давай бірін-бірін дәлелдейік. Давай, бірінші мен бастайын. Мысалы, сіз тек боқтамай бір-бірімізге манағыдай, тек сұхбат болсын, жақсы ма, бауырым, Имран? Айтшы. Енді қараңыз, менің басты экранға қойып қойшы кім, Арыстан. Енді қараңыз, сіз қай масқаптағы мұсылмансыз? Дін туралы айтпай ақ қой, басқа жағын айта бер.
Жоқ, қасиетті ислам діні бойынша мен басқа тақырыпты білмеймін. Сен Жоқ, Дін тұра тұрыңыз, жағынан- сіз айттыңыз да кәпір деген сөзді мен сендерге дәлдеп берем дедіңіз, дұрыс та? Енді мен сізге кәпір екеніңізді дәлдеп берейін. Ол кәпір деген не сөз? Ол мұсылманның сөзі, ол исламның сөзі. Сондықтан мен сізден сұрайын, сіз қай Абу Ханифа мазхабындағы мұсылмансыз ба? Абу Ханифа? айта бер дальше. Жоқ, иә ма жоқ па? Иә. Енді қараңыз, сіз Алланы, сосын оның екі дүйен сардарын, Мұхаммед Мұстафа алейхиссаламды әкеңнен де, шешеңнен де артық қоясың ба осы екі? Қоям. Машалла, дұрыс, өте дұрыс. Сіз сіздіге манағыдай қайтқан кісілердің бастарына барып Құран оқисыз ба? Оқимын. Иә, дұрыс. Екінші, сіз қайтқан кісілердің бастарына әлгі үйін күмбезін саласың ба? Аты жөнін жазып. Енді кішігірім жасап қойғанмын. Менің әкемде, шешемде бәрі Енді қайтқан кісілерден артынан сіздер деген 7-сін, 3-ін, 40-ын, жылын жасайсыздар ма? Аруаққа арнап. бәрін жасап қойған. Иә, жасайсыз. 20 жылдан 30 жыл. Иә, енді 7-нан пісіресіз ба сіз 5-ші күні жұма сайын? Не пісірмейсің, жейсің ғой. Иә, енді қазақтың салт дәстүрлерін бәрін ұстанасыз да. Енді қараңыз, мына жерге келгенде сіз тәңкөшсіз, сіз кәпірсіз да. Екінші нәрсесіне келген, сіз қасиетті Құран кәрімді мойындайсыз ба Алла тағаланың? О, не жұмысың бар сен Құран кітапта? Жоқ, егерде сіз мұсылман емес болсаңыз, сіз Құранға қалай мойындамайсыз? Сіз айтуыңыз керек, ол Алланың сөзі, мойындауыңыз керек аяғына дейін. Керек па? Ау, Саған Құран кітап керек па деймін? керек әрине, менің кітабым ғой, қасиетті кітабым ғой менің. Маған керек. Сен Құран кәрімді ашып оқып көрдің ба өзің? Ау. Құран кәрімді ашып көрдім. енді оқып көрдіңіз да, сіз сол Алланың қасиетті Құран кәріміне бір нүктесіне, бір үтіріне қарсы шығасыз ба? Болмайтын, былсыздап сұрақтарды қоя бермесе. Жоқ, айтшы, Алланың Құран кәріміне толықтай мойындайсыз ба? Иман келтіресіз ба? Толықтай. Толықтай мойындамайсыз ба? Жоқ, енді мен сізге кәпір екеніңізді дәлдеп беріп отырмын ғой. Сіз деген қасиетті Құран кәрімді толықтай мойындайсыз ба? Жоқ, толықтай мойындайсыз ба? Имран. Мешітте қашан болдың сен айтшы, соңғы рет мешітте. Мен мешітте күнде боламын, мен мешітте имам болып жұмыс жасаймын. Қазір мешітте отырмын мен. Бауырым, ондай нәрсені айтпай қойса өтірігің ше. Имран, сен неге тәңкөш өтірік мұсылман деп жүрсің сен? Сен де Құран кәрімді мойындамайсың. Сен кәпірсің ғой, кәпір. Қай мешітке барасың, айтшы. Кәпір, қайтесің мені, қай мешіт? Орталық мешіт. Көрдің ба, бауырым? Сұлтан Махмұд атындағы. Сұлтан Махмұд атындағы орталық мешіт, соның бас имам болып жұмыс жасаймын мен. Ақсай қаласында. Не айтып отырсың, кәпір? Ой, тәңкөш, адасқан. Бауырым, ондай айтпай қойсын. Кәпір. Қазір бұлар даже исламның 5 парызын да білмейтін шығар бұл әлі. Білмейді ол 40 парызын айтып сұрамай-ақ қой, 40 парызын, ол 5 парызын да білмейді. Иманның шарттарын да білмейді, қазір сұрасам ол. Отыруға міндеттемесің ғой, өздерің оқып алсаңдаршы. Ал жақсы, айтшы, сен Құранды оқыдым дедің ғой. Қасиетті Құран кәрімде неше сүре бар, неше аят бар, неше пара бар, неше сөз бар? Айтып бересің ба маған, қасиетті Құран кәрімде? Көнбей-ақ қой, бауырым. Жоқ, білесің ба? Бәрін білем мен. Айтшы. Имран, білмейсің, көрдің бе, кәпірсің сен, кәпір. Имран, жауап жазып отырсың ба, оңбаған, мұнафиқ. Оны Алла тағала жазасын береді ғой, Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтқан ғой, кім Алланың тура жолын айтқан адамға қарсы шықса, ол тозақтық деген. Ертең сенің ана саусақтарыңа дейін сөйлейді, білесің бе, кәпір Имран? Ой, кәпір, ана саусақтарыңа күбірткелішсің, ана саусақтарыңа күбірткелішсің, Алланың
сүйікті құлына қарсы шыққан. Ой, кәпір. Кәпір екенін мойындады әйтеуір өзі. Қош келдің, досик. Рахматуллахи ва баракатух. Тағы бір адасқан келді. Уалейкум ассалам. Алейкум ассалам. Қасиет жұма қабыл болсын. Машалла. Барак болсын жалпы. Кім, мені басқа неге қоясың ба? Не істеп отырсың сен мадам бе, былықтырып. Арыстан. Ой, білмей отырмын ғой соны қалай қоятын. Сөйлеп отырсыңдар, соны сұрап отырсам. Қалай қояды? Алла мені шатастырып, сендердің араларыңа тығыз жібердің бірдеңе болды дейме. Бәрі де алла қалауына. Кім тұра тұршы? Досик, міне сен үстіне бастым, ұстаз. Мұнда микрофон, камера, увеличить окно, увеличить оба деп тұр, болды. Соның енді, соны басасың ғой. Соның мына оң жағында тағы галочкілер тұрады. Міне мен осылай қойып қой, я галочка тұрады, соны басасың оң жағында, жоғарда. 3 нүкте ма сондай тұрады. Иә, міне, енді сол модерді қалай берем енді айтшы. Сол қара оқы ішінде модер деп тұр, модер деген жазу бар. Көрдің ба? Отчет, мында жоқ, мында уменьшить окно, подарок. Ана жақта модер деген. Сол модерді бас. Модераторы. Бастым. Добавить па модераторы? Иә, добавитті бас, сосын астында галочкілер шығады, соларды бәрін қойып шығасың да. О, сізді тауып алмай жатырмын қазір. Негіз мына үстінен шығушы еді ғой бұрын. Жоқ, сол менің үстімен басасың ғой, мысалы менің үстімен бастың ғой, кім? Арыстан, мысалы шығып кетте қайтып менің үстімен басшы. Басасың да, сосын мына жоғарыда нелер тұрады. Мысалы бейт бастың ғой. Мысалы бастың менің үстімен да. Сонда мына оң жағында жоғарыда не тұрады, қараш жоғарыда. Ана не тұрады әлгі. Немесе 3 точка тұрады, немесе жалаудың суреті тұрады. Соны білейін, таба алмай тұрмын. Бұрын бе ұмыт қаптым бар ғой. Аллах қаламай тұрғанша білген. Соны Аллах қаламай Қазір тұрған. қалат тұрам ғой мен. Модер беріп қойдым. Дұға оқып жүрсіз, дұға. Астағфиралла, не айтыпсың? Дұғада болыңыздар. Мұсылманның қаруы дұға ғой. Ана біздің жамағатта мұсылман жігіттер жоқ па не? Әлхамдулилля, келіңдер. Жан анау қазақ деген жүр, мен бағана шақырғам оны. Маған мен иқсан туралы сұрамақшы өзінше. Ақида туралы сұрамақшы. 200-ді қазір көрсетем деген көтерілмей ғой, жана қашып кетті. Көтерсек, иқ турасынан сөйлесіге жүрген ба не? Ой. Соны айтам өзінше. Мен қажыдан сұрамақшы еще. Мен 5 рет қажылыққа барған адаммын. Маған. Бұл жұмаға да барған жоқ, эфир аралап жүр. Мен жұмаға барып келдім, например, мен садақа тастап кеттім мешітке барып, 20 мың теңге барып кеттім жана. Анда имам айтты ма, Алланың жолына мынау деп, қалауымен тастабасыңдар жігіттер деп. Иә, ол әр үкіметтен қияметте бір жақсылық үшін 10 жақсылық қой. Ертең жазылып жатыр ғой. 1000 теңге ақшаң сенің. Жоқ, 1000 теңге мен таза болып, Алла қаласа 7